Қазақстандағы каратен негізін қалаушы, халықаралық дәрежедегі төреші Мейрамхан Шотаев биыл 70 жаста. Осы айтулы мерейтой қарсаңында каратеден халықаралық турнир өтті. 8 жастан 17 жасқа дейінгі бозбалалар 33 салмақ дәрежесінде сынға түсті. Жамбыл облыстық Шенкуя-Кушенкай каратэ-до федерациясы Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз қаласы спорт бөлімінің ұйымдастыруымен каратеден халықаралық турнир өтті. Қазақстандағы каратенің негізін қалаушы, каратэ спортының шотакан стиліне 7 дан иегері, таэквондодан 3 дан спорт шебері, халықаралық мастер спорта, халықаралық дәрежедегі төреші Мейрамхан Шотаевтың 70 жастық мерейтойына ұйымдастырылды. Бұл турнирға жаңағы 8 жасар балалардан жоғары қарай 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында жарыс өткізіп жатыр Кушенкайдан. Бұл жарыстың ұйымдастырған себебіміз өзі халықаралық турнир екен. Соның кейін бір кездерде біздің алдындағы жоспарлаған жарысымыз болмай қалды январь айында. Соның кейін аяқ асты осындай шұғыл осыларды көмектесу және осы жарысты өткізу бойынша олар менің жаңағы 70 жасқа орай қарастырып, соларды жаңағы үлестіріп жіберді. Карате деген бұл философия. Ол тек қана бұлай төбелес сияқты емес, тұнып тұрған философия. Бұл халықаралық турнирге 250-300 қатысушы келді. Спортшылар 33 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Солардың бірі 8 жастағы Мұхаммед. Спортқа қатысқанына 1 жыл болғанда қарамастан додада бір қарсасын жеңіп үлгерді. Балам 8 жаста Шенкуя каратесіне қатысқанына 1 жылда уақыт болған жоқ. Оған қарамастан 4 қарсыласын біреуін жеңді. Уақытын көп бөлігін Шенкуя каратеге ықыласпен айналысады. Және ол үйренген приемдарды үйде қайталаймыз отбасымен бірге. Елімізден өзге Өзбекстан мен Қырғызстаннан спортшылар келген. Германия, Ресей, Жапониядан спортшылар бұл турнирге қатысуы керек еді, алайда белгілі себептерге байланысты келе алмаған. Айгүл Пірәлиева, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалды, 7-7 Ньюс.